Сәлем достар. Бүгін мен сендерге қалай достарды таң қалдыру керектігін үйретем. Бірінші Play Market'тің ішіне кіріп, изменить голоса дегенді басамыз. Преобразователь голоса дегенді басып аламыз. Открыть дейміз. Және адамдың микрофонның суретін тұрған басамыз да, начать запись дегенді басамыз. Ол және қосылады да обычный. Сәлем достар. Осы мен даусым, енді Гели. Сәлем достар. Сәлем достар. Роботтың даусы. Сәлем достар. Мынау үлкен роботтың даусы. Сәлем достар. Ал мынау пешері андай жаңғырық болып естілетін. Сәлем достар. Немесе бір үйдің іші болуына мүмкін, космический мутант дегендерді. Ең астына кірсек, яқтан тауып аламыз. Ол мен батып қойдым, заданияны орындап. Міне, космический мутант. Сәлем достар. Ал глубокий тембрмен. Сәлем достар. Задом наперед андай керісінше да сөйлет. Міне. Сәлем достар. Ау, кешіріңіз, задом наперед міне. Мелес. Міне. Чудесен. Сәлем достар. Мелкое существо дейді. Сәлем достар. Оптимус дегенде бәріміз танитын шығармыз. Ол робот, оның да дауысы бар. Сәлем достар. Телефонның дауысы. Сәлем достар. Драконның дауысы, бұны да мен заданиемен орындадым. Сәлем достар. Невозможно дейді. Сәлем достар. Внеземной. Сәлем достар. Собор дейді. Бұл да үйдің зәулім сарайының іші сияқты. Сәлем достар. Үңгірдің іші сияқты. Киборг дейді. Сәлем достар. Достар, әрі қарай кете береді. Ал біреуге жібергіңіз келсе, WhatsApp-пен немесе сообщениемен, немесе ВК-мен, онда үш несін басамыз да. Поделиться дегенде басамыз, сол сөзін басамыз. Және жақындарымызға, туыстарымызға, достарымызға жіберуге болады. Сіздермен болған аят, қош сау болыңыздар, қайта көрішеміз.